Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Маржан Әбдіғалиқызы Марджами. Осыдан бұрынғы видеоларда біз екі шет тіл мамандығы туралы да, УБТ туралы да, СЗУ туралы да айттық. Енді студенттік өмірге кезек берейік, яғни студенттік өмірде не істеу керек, не істемеу керек, неден абай болу керек, қандай бір лайфхакты бір кеңестер бар. Сол туралы осы видеода айтатын боламыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Осы видеоны көріп отырған адам үш типтағы болуы мүмкін. Яғни біріншісі әлі УБТ тапсырмаған, УБТ-ға дайындалып жүр, осы жылғы түлек болуы мүмкін. Егер сен әлі УБТ-ны тапсырмаған болсаң, онда менің видеомды көру арқылы мотивация ал, және өзіңнің универің туралы, мамандығың туралы көбірек іздене отырып, мотивацияңды көтерде, бірақ бәрібір үлкен фокусыңды УБТ-ға қоюды ұмытпа, өйткені УБТ қазіргі таңда сен үшін бір үлкен емтихан. Бірақ ешқашан ұмытпа, УБТ өмірдің соңы емес, керісінше жаңа бір өмірдің алғашқы бір бастамасы ретінде қабылда. Сондықтан қатты бір уайымдаудың қажеті жоқ, бірақ студенттік өмір деген өте күшті уақыт. Осы уақытқа деген махаббатыңды аша отырып, УБТ-ны жақсы тапсырып шығатынына сенімдімін. Екінші типтағы адамдар УБТ-ны тапсырып қойған, примерно шілде, август айында көріп отырған боларсың видеоны. Олай болса, УБТ-ны тапсырып қойғаннан құттықтаймын. Қанша балл алсаң да, ол өтті, кетті, депрессияға түсіп қажет емес. Ендігі фокусыңды университеттік өміріне қою қажет. Және де міндетті түрде университеттің жайлы көбірек ақпарат ізден, ол жақта қалай оқу керек, неге фокус қояды, не істейсің сол нәрсеге қой. Үшінші типтағы адамдар ол екінші курста, бірінші курста, немесе үшінші, төртінші курста оқып жатқан студенттер болуы мүмкін. Олай болса да бұл видеоны көру әлі де кеш емес. Олай болса бастайық. Ең бірінші кеңес мен беретін жаңа өмір. Яғни УБТ-дан кейін, оқушылық өмірден кейін, студенттік өмір, университетке келгендігіңіз бұл жаңа өмір. Болды, ұмытыңыз, мектепте қандай болдыңыз, балалық шақта қалай болдыңыз, үйде қандайсыз, маңызды емес, ешкімге қызық емес ол нәрсе. Яғни жаман жағынан былай қараған кезде, мектепте ұяң болсаң, ұялшақ болатын болсаң, немесе бір қатты белсенді болмайтын болса, универге барғанда да ондай бір белсенді болмаймын, мен негізі ондай емеспін деп айтпа. Өйткені ешкім сені танымайды, керісінше оларға жақсы жағыңды, жақсы жағынан бір күшті жақтарыңды көрсетуге тырыс. Өйткені ең бірінші сені көрген кезде олар сені солай есінде сақтап қалады. Ұялмай еш нәрседен. Мен жасай алмаймын, жасап көрмедім емес, міндетті түрде жасап көрейік, үйреніп алатын шығармын деп айтуды ұмытпа. Сол нәрсе өте жақсы көмектеседі. Сондықтан жаңа өмір, осы жаңа өмірді әдемі қылып бас. Екінші нәрсе ол бірінші курс фундамент. Яғни алғашқы алда келе жатқан 4 курсың үшін бұл өте жақсы фундамент қою керек. Үйде соққан кезде фундамент қалай керек болатын болса, студенттік жылдардағы бірінші курста соншалықты маңызды. Яғни именно осы бірінші курсқа барған кезінде міндетті түрде сабақтардың барлығын жақсы оқып қой. Өйткені бірінші курста қай мамандықта болмасын, сабақтар барлығы оңай болады. Қиналдым оңай айтпай қой, ол бәрі оңай болады. Бірақ 100% кепілдік беремін. Сондықтан осы оңай деп жүрген кезде көп студенттеріміз ой оңай ғой дейді, оқымай кетеді, өтірік оқып кетеді. Бірақ егер бірінші курстың сабағыңды жақсылап оқымайтын болсаң, екінші курста яғни ТОЭФЛ-да қиналып қалуы мүмкін. Сондықтан бірінші курста сабағыңды міндетті түрде жақсы оқы. Жақсы оқу саған не алып келеді? Мұғалімдердің алдына жақсы бір позиция тұлға ретінде көрінуіне мүмкіндік береді. Мұғалімдер сені танымайтындықтан, сені қалай бірінші жаттап қалады, ары қарай да сондай бір дүниелерді сенімен ұштастырып ассоциация жасап отырады. Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан деп айтады ғой. Егер мұғалімдер сені жақсы оқитын адам ретінде бір көзге қалыптастыратын болса, онда келесі жағдайда бір проблемаларың болып оқи алмай қалсаң, онда сені бәрібір жақсы оқитын бала ғой деп қабылдайды. Қай универ болбасын сондай болады. Мен түсінемін, аттестаттағы бағаға GPA-дің орташа балы қанша болғандығын сенен ешкім сұрамайды, тек қана универде ғана сұрайды. Просто для приличия әңгіме болсын деп қана сұрайды. Басқа жерде еш жерде сұрамайды. Жұмысқа барған кезде GPA-ң қанша болды деп сұрамайды ешкім. Бірақ сонда да алғашқы бірінші курста сабақтарыңдағы бағаларыңды жоғары алуға тырыс. Мен үшінші кеңес, тек қана сабақ жағына немесе тек қана бір академиялық үлгерімге ғана көңіл бөліп қана қоймай, сонымен қатар жан-жақтылықты дамыт. Өте көп достарың болсын. Көп студенттер алады, өзінің мамандығында оқитын адамдардың ғана танитын болады. Сол корпуста бірге оқып жүрген адамдарды ғана танып жүреді. Ол филологияда оқыса тек қана қазақ тілі әдебиетте оқитын адамдарды ғана таниды. Ол инженер болса инженерлермен ғана дос болып жүреді. Ол мүлдем дұрыс емес.
инженерде оқисың ба, бизнес школамен дос бол, филологтармен де дос бол, барлық мамандықтан как минимум 3-4 адамды тануың керек. Бұл неге? Өйткені әр мамандықтағы адамның ойлау жүйесі әртүрлі болады. И сен бір ғана мамандықпен араласып жүрген кезінде сенің ойлау жүйең бір кішкентай ғана болып қалады. Ал әртүрлі адамдармен, қызығушылығы әртүрлі адамдармен араласқан кезінде сенде бір үлкен кругозор пайда болады. Ойлау жүйең кеңейеді, и адамның көзқарасы да өзгере бастайды. И кез келген уақытта, кез келген жерде, кез келген көмек керек болып қалған кезінде сенің достарың әртүрлі жақта жүріп, әртүрлі бір көмек қолын соза алатындай болу керек. Бұл нәрсеге жету үшін клубтарға қатысу керек. Студенттердің де бірінші қателігі сол, мен бірінші курсқа түстім, академиялық жағым жоғары болу керек, сабағымды жақсы оқуым қажет дейді де, ешқандай клубқа қатыспайды, ешқандай бір үйірмелерге бармайды, сөйтіп жүре береді. Мен екінші курста барамын, екінші семестрде қатысам, қазір сабағымды оқып алайын деп. Ол дұрыс емес. 1045 клуб болады, 1045 үйірме болады, кружок болады, бірақ қайсына жазыламын? И екінші сұрақ, үлгеремін ба деген нәрсе. Менің саған берер кеңесім, фестиваль болады ғой, клубтардың таныстырылымы. Сол кезде өзің қалаған барлық клубқа жазыла бер. Ол 20 болсын, 10 болсын, 5 болсын. Біреумен ғана шектеліп қалма. Табиғи сұрыпталу деген нәрсе болады. Яғни біреуінен біраз уақыттан шығып кетесің, екіншісінен бір айдан кейін шығып кетесің, үшіншісінде өмір бақи қаласың деген секілді дүниелер болады. Қаншаға жазылған келеді, соншаға жазыл, кейін өзі сұрыпталып қалады, қажеті. Клубтарға қатысқан кезде екі бір мақсатың болсын. Өзіңде бар қабілетті одан бетер шыңдауға, екіншісі сенде жоқ қабілеттерді, бірақ үйренгің келетін қабілеттерді үйрену үшін барасың, және үшіншісі қосымша бонус ретінде адамдармен танысу үшін, нетворк үшін, байланыс құру үшін барасың. Қазірден бастап перспективалық ойлауға тырыс. Магнит эффект деп айтқым келеді. Сен қазір кіммен дос боласың, сен дәл солай боласың. Қандай адам болғың келеді, сондай адамдардың қасында жүр. И ол адамдар сенің қасына қабылдау үшін сен өте жақсы тұлға болуың керексің, өзіңді дамытуға күштар, өзінің бір өте жақсы бір тұсы бар адам болуың керексің. Магнит эффекті ұмытпа. Және ең соңынан айтқым келетін нәрсе ол абайла, сақ бол. Сақтансаң сақтайды, өзіңе міндетті түрде сенімді бол. Ата-анамыздың да айтатыны, уайымдайтыны да бар. Студент кезінде бір тордан шыққан қос сияқты боласың, көп қателіктер жасайсың. Қателіктер жасау қажет, бірақ осындай қателіктерді мүлдем жасама. Студенттік кезінде басқа ағымдарға қосылып кетуге, ол басқа ағымдар сені тартуға тырысады. Осындай бір жағдайлар болуы мүмкін. Немесе бір зависимость заттарға деген, темекі шегетін, басқа дүниелер қолданатын компашкалар жастар сені өзінен тартуы мүмкін. Оларға мүлдем қосылма, аулақ жүр деп айтқым келеді. Я, іздену керек, адамдармен байланыс құру қажет, бірақ бұндай адамдармен емес. Ондай адамдардың алыс бол. Айтады ғой, қарандармен дос болған келсе, тауықтармен бірге жүрме деп айтады. Сондықтан міндетті түрде абай болу қажет. Бұл үшін қазірден бастап өзіңді дамыт, ішіндегі құндылықтарыңды дамыт, принциптерің болатын болсын. Қазақы иманды тәрбиемен міндетті түрде өзіңді сусындат. Егер өзіңді тәрбиелеп, өзіңді сусындатып, өзіңе сенімді болсаң, үлкен бір өмірге барған кезінде өзіңді жоғалтып алудан проблема болмайды. Олай болса, сіздермен бірге болған мен Маржан Абдығалиқызы, Марджами. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, басқа да видеоларды бұйырса жүктейтін болам. Және Instagram, Telegram каналдарында өте көбірек бір активность көрсетіп жүремін. Солай жасауға сіздерге уәде беретін боламын. Сондықтан тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.